Мүмкін емес, Махамбет тірі. Ата, айтыңызшы, Махамбет тірі ғой. Досым, ол тек аңыз ғой, әрине тірі. Хан ордасының етегіндегі жағдай шынымен де үлкен шайқасқа жол берді. Тастөбе деген жартастың қырында Исатайдың 2000 жігіті Жәңгірдің әскери жинағына қарсы шайқасты. Алға жігіттер, ел үшін, жер үшін, халқымыздың еркіндігі үшін. Көргендердің айтуынша, сол күні Исатай арыстандай күресті десек. Білекті батыр хан жауынгерлерін жан-жаққа лақтырып ешкімге әл бермепті. Арыстандай батырды құлату мүмкін емес еді. Келіңдер оңбағандар, басқыншылар, мәсіған, ал мұнаны. Ханның әскери жинағы құлдырай бастады. Исатай бір сәтке жеңіске жеткендей болды. Ханның жауынгерлері бітер емес еді. Оң жақтан да, сол жақтан да атқылап жатты. Исатайдың батырлары шаршады. Олар сенімдерін жоғалта бастады. Алға! Кел бері, ал сыбағаңды. Көр, мен Қарауыл қожа, өз жерім үшін. Исатай! Олар бізден 3 есе, тіпті 4 есе көп. Қашайық! Жоқ! Жеңіске жақынбыз! Жиналыңдар! Исатай, бізде адам жоқ. Айналаңа қара, көбір жарақаттанды. Батыр, жаныңды сақта. Шайқасты кейінде жалғастырамыз. Қорқақтар, қалыңдар! Күресіңдер! Тоқтаңдар! Исатай, мен сені өлтіремді уәде бергем. Не істейсің? Тағы қылышыңды жерге тастайсың ба? Бұл шайқаста батыр, енді мен жеңем. Қарауыл, жетер! Көтерме қаруыңды! Білесің бе, Исатай? Мен сені қатты сыйлайтын едім. Екеуміздің осындай жағдайда кездескенімізге өкініштімін. Қарауыл қожа, ханның тегін астына тойып, мүлдем босап қалыпсың. Иә, батыр, сен мықты. Мықты едің. Әлі де мықтысың. Соңғы сөзің бар ма, батыр? Қарауыл, сенің алдыңда менің кінәм жоқ. Өтірік. Сен ауылды шауып кеткен сен. Қош бол, батыр. Міндетті түрде кездесеміз. Жоқ!